Саламатсыздар ма студенттер? Сабағымызды жалғастырайық. Бүгін біз ерлер шалбарының алдыңғы бойды тұрғызамыз. Ендеше назар аударайық. Жаңа сабағымызды бастамай тұрып, өткен сабағымызды есімізге түсірейік. Т0, Н0 шалбар ұзындығы. Т0, К0 тізеге дейін өлшем. Т0 Я1 отыру биіктігі. Я1, Б1 бөксе сызығы. Т0, Т01 0,17 төмен түсіру. Б1, Б2 шалбардың алдыңғы бойдың бөксе сызығындағы ені. Б2, Б21 алдыңғы бөлігінің кеңейтілуі. Я2, Я3 алдыңғы бөлігінің адым ені. Я1, Я шалбардың бүгілу сызығы. Алдыңғы бөлігінің балақ ені және артқы бөлігінің балақ ені. Б1, Б3 артқы бөлігінің шеткі нүктесі. Б3, Б4 артқы бөлігінің бөксе сызығы. Б5, Б4 доға сызығының шегіретін жері. Я2, Я21 артқы бөлігінің ортаңғы сызығының нүктесі. Енді шалбардың алдыңғы бөлігін тұрғызайық. Шалбардың алдыңғы бөлігінің орта сызығын табу үшін бізге бір нүкте қажет болады. Бір нүктеміз Б2, Я2, Я3 нүктелердің дәл ортасында орналасқан. Яғни Я2 бірді нүктесін табу үшін Я2 мен Б2-ның шамасын өлшеп, шыққан шаманы 0,14-ке көбейтеміз. Т5, Б21, 1 және Я3 нүктелерді доғал сызықпен қосамыз. Т2, Т4 нүктелері бел сызығындағы алдыңғы бойдың ені. Формула арқылы Т2 нүктеден солға қарай 0,15 жақшаның ішінде СТ қосу ПТ қосу В қосу С. Т2 нүктеден солға қарай Т4 нүктесі қойылады. Т4 пен Б1 нүктені доғал сызықпен қосу. К3 нүктесін табу үшін К нүктеден оңға қарай 1 см алынады. К3 нүкте қоямыз. Я1, К3, Н1 нүктелерін қосамыз. К2 нүктені табу үшін К3 пен К нүктесін өлшеп, сол шаманы К нүктеден оңға қарай сызып, К2 нүкте табылады. Я3, К2 және Н2 нүктелерін сызықпен қосу. Үйге тапсырма: ерлер шалбарының алдыңғы бойын тұрғызу.